Жаңа Айман ханым айтқан тапсырмаларды 7-ші сыныптың қазақ тілі оқулығынан көрдік, Атамұра баспасынан шыққан. Расымен де негізгі тақырып климат, тапсырма климат, мәтін климат туралы, сонда қазақ тілі қайда? Бұл сауалды біз оқулықтың авторы, филология ғылымдарының докторы, профессор Қосымова Гүлбану Сейілбек қызына да жолдаған болатынбыз. Ол кісі бүгін хабарымызға қатысу керек болған, бірақ денсаулығына байланысты келе алмай қалды. Бізге хат жолдапты, қазір оқып берейін. Құрметті телеарна қызметкерлері, сіздерге мына нәрсе жақсы мәлім. Оқулықтар білім берудің бағдарламасына сай жасалады. Мұнымен қоса оқулықтар бағдарлама бекітілгеннен кейін ғана соның мазмұны бойынша жазылады. Меруерт Әбітаева, сіз сөз етіп отырған Атамұра баспасынан шыққан қазақ тілі 7-ші сынып оқулығы да жаңартылған мазмұндағы қазақ тілі бағдарламасына сай жазылған оқулық. Бағдарламада көрсетілген тақырыптар ғана оқулықта қамтылады, ал қамтылмай қалса оқулық бағдарламаға сәйкес емес деп танылады. Ал сіз іздеп отырған ғылыми ережелер, грамматика жоғалып кеткен жоқ. Оқулықтың мазмұнымен жақсы таныс болсаңыздар, тілдің фонетикасы, грамматикасы, стиль түрлері, әдеби тіл нормалары тілдік бағдар айдарында берілген дейді. Оқулықтан қарап көрейік. Мен жауап берсем болады ма осыған? Тілдік бағдар ретінде берілген дейді. Бізде қазақ тілі 102 сағат бір жылда өтеді. 102 сағатқа мен санап шықтым қанша тілдік бағдар. Яғни тілдік бағдар және грамматика қосылған, есте сақта деген жеріне грамматика берілген екен. Тілдік бағдарының есте сақтасын бәрін қосқанда 23 қана бар. Айтып отырған тілдік бағдар 20, ол 102 сағатқа 23 тілдік бағдар. Бір қазақ тілі оқулығына дәл осы мына қазақ тілі оқулығында 23 қана тілдік бағдар бар. Оны біз 102 сағаттық тақырыпта өтуіміз қажет. Ол жеткілікті ма біздің балалардың грамматиканы үйреніп шығуына? Қазір ғалымдар айтып жатыр, грамматика қазір кезеңде қажет емес деп. Грамматика өте қажет бізге. Грамматика болмаса балалар дұрыс жазып дұрыс оқи алмайды, сауаттылық болмайды. Және сонымен қатар мына неде де берілген жаңағы. Бұл кісінің мына қатында айтып жатқан тағы бір несі оқу бағдарламасы деп. Дұрыс айтады ол жерін. Оқу бағдарламасы бұның бәрі Ыбырай Алтынсарин академиясының жасаған бағдарламасы. Солар мына жерге келу керек еді, жауап беру керек еді халық сұрағанда. Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық академияға бізде хат жолдағанбыз, бірақ ол кісілерден өкінішке орай ешқандай жауап ала алмадық. Сол кісілер қалай жасап береді оқу бағдарламасын, оқулық авторлары соған сәйкес жасайды бұл жерде. Сондықтан сол кісілер жауап беру керек еді ең бірінші орында. Бізде оқулықтарды саралап көрдік. Мектеп баспасынан шыққанда қазақ тілінің 7-ші сыныпқа арналған оқулығын көрдік. Тура сол ауа райы және климаттық өзгерістер деген бірінші бөлімге қатысты тапсырмаларды қарап көрейікші. Ауа райы және климаттық өзгерістер тақырып, негізгі тақырып сол. Табиғат туралы мәтін берілген. Мәтінге тапсырмалар. Мәтіндегі негізгі тірек сөздерді атаңдар, мәтіндегі ойды жалғастырып, табиғат пен адам тақырыбына есе жазыңдар, мәтіндегі бірыңғай жуан дауыстылардан тұратын зат есімдерді, бірыңғай жіңішке дауыстылардан тұратын етістіктерді табыңдар дейді. Бұл жерде қазақ тілінен тапсырма беріліп тұр. Сонда Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық академия бір тақырыпты бекітті ғой. Әр автор өзіне қатысты, әр автор сонда өзі біліп тұр ғой бұл жерде, біздің түсінуімізше.